Адам ерте заманнан ақ кез келген жаңалықтан қорқуға бейім. Әрбір жаңа технологияға қарсы өзіндік қисынсыз қорқыныш туындайды. 18 ғасырда адамдардың мүйіз бен құйрық өсіп шығады деген үреймен балаларына сиыр шешегінің вакцинасын ектіруден қорыққаны бізге күлкілі боп көрінеді. Немесе таяу 20 ғасырда мутация мен белсіздіктен сақтанып, ұялы телефондарын жан қалтасына салмауға тырысты. Қазіргі 21 ғасырдың басында басты технологиялық қорқыныш рөлінде гендік инженерия. Мойындаңызшы, ГМО дегенді естігенде сіз де түршіге қалатын шығарсыз. Шындығында бұл терминнің мәні өте қарапайым. Ғалымдар бір өсімдікке жаңа пайдалы қасиет беретін ген қосады. Мысалы, картопқа Колорадо қоңызына төзімділік қасиет беретін ген енгізеді, немесе күріш құрамына адамға пайдалы витамин бөліп шығаратындай өзгертеді. Жалпы бұл процесте айтарлықтай ешқандай жаңалық жоқ. Кейінгі 1-2 мың жыл ішінде біз тұтынып жүрген барлық өсімдіктер мен жануарлардың сұрыптарының барлығын дерлік адам жасап шығарған. Бұрын ол селекцияның көмегімен жасалған. Онда бірнеше жылдар бойы қашан гендері кездейсоқ араласудың нәтижесінде қажетті белгіленің күшейгенін көрсеткенше ағзалары будандастырыла береді. Осылайша біртіндеп жаңа сұрып дайындалады. Мысалы, Колорадо қоңызына төзімді картопты алайық. Дәстүрлі селекцияның гендік инженериядан айырмашылығы да осында. Селекция жағдайында процесс кездейсоқ әрі ұзақ жүргізіледі, ал гендік инженериядағы жағдай дәл, нүктелік, сондықтан да жылдам. Осыған қарамастан ГМО жайында неше түрлі аңыздар тарап жатыр. Мысалы, адамдар егер гені модификацияланған тамақты жесе, жаман гендер ағзаға еніп, қандай да бір қорқынышты оқиға орын алады деп ойлайды. Мұнда мынаны естен шығармау керек. Қант пен тұздан басқа біз жейтін барлық дерлік тағамдардың құрамында өте көп әртүрлі гендер бар. Егер сол гендер біздің хромосомаларымызға еніп алып бізді өзгерте алатын болса, онда әрбір ет жеген сайын біз мөңірей бастап, балық жеген сайын денеміз қабыршықтанып, жүзбе қанат өсіп шығар еді. Шындығында барлық гендер біздің асқазанымызда ешқандай генетикалық ақпарат таратпастан ұсақ бөлшектерге тарап кетеді. Немесе модификацияланған өсімдік гені аллергия, ісіктер, бедеулік сияқты жаман ауруларды шақыратын адамға қауіпті уларды бөліп шығарады дейді. Біріншіден, өзгеріс нүктелік деңгейде жүргізіледі. Ғалымдар өсімдік қасиетін қалай өзгертіп жатқанын біледі. Сондықтан қайғылы салдарға апаратын кездейсоқ қателіктер болмайды. Ал дәстүрлі селекция өсімдіктер генін кездейсоқ түрде араластырады. Осы қайғылы нәтижелерге ұрындырған. Құрамында салайын көбейіп кеткен картоптың улы 2 сұрпы бізге белгілі. Екіншіден, егер адамзаттың түбіне жету үшін қандай да бір залым ғалым әдейі зиянды қасиеттері бар өнімдерді шығарып жатыр дейтін болсақ, дәл осы ГМО бұл мақсатқа жарамайды. Өйткені олар дәстүрлі өнімдерге қарағанда міндетті түрде әзірлеу барысында да өсіру кезінде де ұсақ әрі мұқият тексеріледі. Үшіншіден, бірнеше көрнекті ғылыми журналдарда гені модификацияланған өнімдердің қауіпсіздігін дәлелдейтін 1500-ге жуық еңбек жарияланған. Ал деректерді бұрмалап, салиқалы басылымдардың бірде-біреуіне жариялауға қабылданбаған үшін ГМО-ға қарсы сілтеме жасайтын бірлі-жарым мақалаларды ғылыми қауымдастық мазақ қылған болатын. Гендік инженерия технологиясының болашағы алда. Қытай, ақш, Үндістан сияқты ірі елдер осы технологиялардың дамуына миллиардтарды салып жатыр. Егер оларды біз өз елімізде дамытпасақ, келешекте осы елдердің өнімдеріне тәуелді боламыз. ГМО айналасында есірік тудыру тек ауыл шаруашылық химиясын өндірушілерге ғана тиімді. Улы химикаттарға сұраныс азаятындықтан заманауи биоинженерлік технологияны тарату оларға бірнеше миллиардтық шығын әкеледі. Сондай-ақ бұл ГМО жоқ деген жапсырмамен органикалық өнімдердің бағасын өсіріп сататындар үшін де тиімді. Сонымен біз солардың қалтасының қамышын еліміздің экономикасына, табиғатымыздың химиялық одан таза болуына, солардың салдары ретінде балаларымыздың денсаулығына қауіп төндіруге дайынбыз ба?